Қашықтықтан өтетін әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Видео материалды мұқият тыңдап, тапсырмаларды орындай ғой. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көп ұйықтаған зиян-ау. Ертегінің авторы Оспанхан Әубәкіров. Ол 1934 жылы 4 мамырда дүниеге келген, 1986 жылы қайтыс болған. Алматы облысы Жамбыл ауданы Үшбұлақ ауылында туған. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының театр факультетін тамамдаған. Қағаз қалпақ сатиралық жинағы бар. Ара журналында қызмет істеген. Ақын, жазушы, мамандығы актер болғанмен өзінің шығармашылық мұратын сатирадан тапқан. Енді сүт қалай ұйықтады ертегісін тыңдайық. Сүт бір күні ұйықтапты, қатты ұйықтапты. Ұйықтағаны соншалық ұйып қапты. Ойбай, сүт ұйықтап қапты. Қарап отырып айран бопты, деп ел-жұрт қайран қапты. Сүт ұйқысын қоя алмапты, аттандап жатса да оянбапты. Ұйқы дұшпан деген ғой, сүт бір күні іріп қапты. Сүттің мұндай қылығын әжем ғана біліп қапты, не дерін білмей тұрып қапты. Бұл сүтке ұйқы ұя салыпты, депті де әжем айранды бір дорбаға құя салыпты. Сүт сонда ғана оянып, еңіреп тұрып жылапты, көзінің жасын бұлапты. Бәлкім жұрттың өсегі, әңгіме ғой кешегі. Дорбадан аққан сары су сүттің көз жасы деседі. Мұныңыз өтірік десең де, ертегіге сияды-ау. Әй дегенмен балалар, көп ұйықтаған зиян-ау. Енді балалар, сөздікпен жұмыс істейік. Үйіп қапты деген сүттің қоюланғаны. Сары су дегеніміз ашыған сүттен аққан су. Қайран қапты деген таң қалды деген мағынада. Еңіреп деген дауыстап, қайғырып деген мағынаны білдіреді. Енді мына тапсырманы орындайық. Сүт өнімдерін ата. Яғни сүттен қандай тағамдар жасалады? Ол айран, құрт, ірімшік, май және қаймақ екен. Енді балалар, ертегіні бірнеше рет қайталап оқып, мына тапсырманы орындаңдар. Ақиқат па, жалған ба? Сүт үйіп қапты. Сүт ұйықтап қапты. Айқайлап жатса да оянбапты. Бақырып тұрып ашыпты. Бұл сүтке ұйқы ұя салыпты. Әжем дорбаға құя салыпты. Осы мәліметтердің қайсысы ақиқат, қайсысы жалған екенін анықта. Келесі тапсырмаларға жазбаша түрде жауап бер. Шығарманың аты қандай? Ертегінің авторы кім? Балалар, бұл ертегіде қандай жаман қасиет туралы айтылады? Ол туралы мәтінде қандай нақыл сөз берілген? Балалар, ертегіні бірнеше рет қайталап оқып, тапсырмаларды орындап, маған жібере ғой.